Сәлеметсіздер ме достар, бүгін мен сіздерге пудинг дайындап боламын. Бұл пудингтің рецепті өте тамаша және де өте керемет шықты. Сіздерге осыны бөліскім келді. Ең алдымен 3 жұмыртқаға ваниль қант пен тұзды қосып араластырып, содан кейін қойылтылған 150 грамм сүтті қосамыз. Мен бұған қантты қоспауды жөн көріп, осы қойылтылған сүтті қосып жөн көрдім. Бұл оған балғын дәм береді. Одан кейін бөлме температурасындағы 500 мл сүтті қосуымыз керек. Жай араластырғаннан кейін ғана сүт өзіміздің карамельді дайындап, 1 грамм қант және 1 ас суды қосамыз. Бұны қосқан кезде міндетті түрде қосылтысты болған шістеулерді керек. Егер де оны бір жер дұрыспен қалса, дұрыс шықпай қалып, пудингіміз жабысып қалады. Сол себепті мұқият болуға тырысамыз. Міне небәрі 35 минуттың ішінде менің пудингім дайын болды. Пудинг жасаған кезде қандай ыдысқа істесеңіз де бәрібір. Бастысы әдемі болса және дәмді болып отбасыңызға ұнаса болғаны.